Нажмете? Хорошо. Асыл Сабитбековна, сәлеметсіз бе? Естіліп тұр ма? Сізді ну все. Полный него. Все. Нет, Нормально. там нет. Да, все. Вот. Төрағасы Оразқанов Ерасыл Ермекұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті сессия отырысына қатысушылар. 2025 жылғы 26 қазанында Көкпекті аудандық мәслихатының бір мандаттық номер 8-ші сайлау округі бойынша шығыпталған депутаттың орнына сайлау өтті. 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы Қазақстан Республикасының конституциялық заңының 14-ші бабының 9-ші тармақшасы және 45, 46, 112-ші баптарына сәйкес номер 8-ші бір мандаттық аумақтық сайлау округі бойынша Көкпекті аудандық мәслихатының сайланған депутаты болып Дүйсенбаева Индира Серікбекқызы тіркелді. Сайланған депутатқа депутат куәлігін және төсбелгі табыс етуге рұқсат етіңіздер. Достойно. Өзіңізді. Да. Ерасылын айтпай ма ана? Тамас. Жоқ. Ал Индира Серікбекқызы, сізді құттықтаймыз. Еңбегіңізді жемісті тілейміз. Сізбен жемісті жұмыс істейміз деп үміттеміз. Ал құрметті депутаттар, сессия қатысушылар, сессияны қарауға көшейік. Көкпекті аудандық мәслихаттың кезектен тыс 33-ші сессия жұмысын қатысуға 10 депутаттың 8 қатысып отыр. Белгілі себептерден 2 депутат келген жоқ. Депутат Төлешов Асыл Сабитбекқызы Zoom арқылы қатысып отыр. Кезектен тыс 33-ші сессия жұмысын ашуға қажетті кворум бар. Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін басқару туралы Қазақстан Республикасы заңының 11-ші бабының негізінде аудандық мәслихаттың кезектен тыс 33-ші сессиясының өз жұмысын бастауға құқылы. Сессияны ашуға дауыс берулерін сұраймын. Кім жақтайды? Кім қарсы? Қалыс қалушылар жоқ. Аудандық мәслихаттың кезектен 33-ші сессиясы ашық деп жарияланады. Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін басқару туралы Қазақстан Республикасы заңының 11-ші бабының сәйкес бүгінгі сессия жұмысына аудан әкімінің міндетін атқарушы Таңысбаев Аслан Балабекұлы, аудан әкімінің орынбасары, бөлім басшылары, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілі және аудандық мәслихат депутаттар қатысып отыр. Құрметті депутаттар, Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару, өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасы заңының 19-ші бабының 3-ші тармағының 1-ші тармақшасы негізінде бізге кезектен тыс 33-ші сессияның күн тәртібін бекіту қажет. Бірінші, Көкпекті аудандық мәслихаттың 2023 жылғы 26 желтоқсандағы номер 10-13 Көкпекті ауданының аумақтық және учаскелік сайлау комиссиялары мүшелерін сайлау туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы.
Екінші Көкбөкті аудандық мәслихаттың 2023 жылғы 17 қаңтардағы номер 29-6 Көкбөкті ауданын округтік сайлау комиссиялары мүшелерін сайлау туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Үшінші әртүрлі. Біріншісі Көкбөкті аудандық мәслихаттың 2024 жылғы 10 сәуірдегі номер 12-5 Көкбөкті ауданы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөнінде комиссияның дербес құрамын бекіту туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Екінші Көкбөкті аудандық мәслихаттың 2024 жылғы 10 сәуірдегі номер 12-5 Абай облысы Көкбөкті ауданы бойынша қылмыстық жазаларды және өзге қылмыстық құқықтық ықпал ету шараларын орындайтын мекемелер мен органдардың қызметіне жәрдемдесу. Сондай-ақ қылмыстық жазаларын өтеген адамдарға әлеуметтік және өзге де көмекті ұйымдастыру бойынша жергілікті атқарушы органдардың жанындағы консультациялық кеңесші органның дербес құрамын бекіту туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Үшінші Абай облысы Көкбөкті ауданының кәмелетке толмағандар істері, олардың құқықтарын қорғау жөнінде комиссияның дербес құрамын бекіту туралы. Төртінші